Асканур каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен оңай жасалатын дәмді тәтті тоқаш жасайтын боламыз. Оған ең алдымен сүт қажет болады, су, тұз, дрожжа, қант, сары май, жұмыртқа және ұн қажет болады. Жұмыртқа қалауларыңызға байланысты 2 немесе 1 қосуға болады. Енді осылардың барлығын қосып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Сүтімізге тұзымызды, қантымызды, дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыздың ащылығы көп болатын болса, аздау қосамыз. Қамырымызды илеп болдық. Енді осының бетін жауып, жылы жерге орап қоямыз. Осы тоқаштарымызды противеньге астына пергамент салып, үстіне жинаған соң біраз тағы да көтерілгенге бетін жауып қоямыз. Сосын духовкада 200-280 градуста пісіріп аламыз. Міне, тоқаштарымыз өте жұмсақ әрі дәмді болып пісті. Ас болсын!